Мені жоғалтып алдыңыздар ма? Манадан бері жеңеше екеуміз дастарханды жайнатып жатырмыз. Өйткені бүгін менің папамның, атамның туған күні. Соған орай папамның құрдастары, достары үйге қонақтап, құттықтап келіп қалайын деп жатыр. Және де ішкісі келіп жатыр екен, соған қонақтап жатырмыз. Мынаяқта мамам бар, жеңешем бар, сенімді серіктесім. Және де бүгінгі именинник деймін. Атамның туған күні, соған жеңешем күшті торт заказ беріп қойған. Қазір осымен бірге барлығымыз отырып шай ішетін боламыз. Үйде осындай вайп болып жатыр. Үйге Қайрекеңнің класстастары келейін деп жатыр, және де келіннің қолынан шай ішейін деп жатыр. Екі балапаным, менің ботақаным, балапаным, және де ботақаным, екі келінім деп айтайын деп жатыр едім ғой. Осындай күшті қылып дастархан жайып жатыр. Бүгін енді құрдастар болғандықтан осындай қылып отыратын столға дастарханымызды жайып жатырмыз. Балапан өзі бастап, келіні екеуі осындай қылып күшті қылып сықитып, жайнатып, дастарханын күшті қылып дайындап қойайын деп жатыр. Осындай свежий салаттарды, тещин языкты, осындай мини пицца, және де холодныйлардың барлығын біздер шоғы наннан алдырттық. Айнегесі күшті ғой. Кәдімгі свежий ғой. Свежий. Күнде дайындайды, және де сразу өтіп кетеді ғой. Егерде сіздерде осылай біз сияқты қонақ шақырып жатсаңыздар, осы шоғы нанға звондасаңыздар, сразу үйлеріңізге доставкамен жеткізіп береді. Барлық тамақтары дәмді. Тек осы шоғы наннан алсаңыз болады, басқа жаққа барып, әуре болып, іздеп, уақытыңызды босқа жіберіп, ақшаңызды босқа жіберіп, жаңа уақытыңызды босқа алмаңыздар. Тек шоғы нанға звондап, осындай барлық холодныйларды үйлеріңізге доставкамен алдыртып алыңыздар. Мына жақта самса да бар екен. Қараңыздар. Күшті ма? Песочный тестодан күшті екен, қараңыздар. Осындай тамақтан. Шешем күшті қылып дастархан дайындап жатыр. Біздерге көмектесіп, қауын қарбыздың турасы күшті болып тұр ғой дастархан деген. Барлық зат. Салат керек па, торт керек па, пицца керек па, суши керек па. Ал жеңешем қазір сымбатты үстіне жібердік. Ол әдемі болып келіп шай құятын болады. Бізде қасында көмектесеміз. Ал біздердің дастарханымыз дайын болып қалды. Мына жақта Симби күшті қылып пирогтарды қойып жатыр. Осындай әдемі дастарханмен атаның достарын, құрдастарын күтейін деп жатырмыз. Кеше түнде заказ беріп қойған тортым Гүлай апа осылай күшті қылып бізге торт жіберді. С днем рождения, папа деп. Мына жақта пожарный, арыстан, короче, ақша барлығы бар ғой. Суперский болып тұр дастарханымыз. Қазір қарбызға қалды қоятын, сонымен болды. Мына жерде мама демалып отыр. Екі келіні, абысыным бар еще. Бәріміз Қимылдамай отырамын ғой, тек соткамен жұмыс. Үшеуміз үш жақтан осылай дастарханда дайындап Жаным сол, балапаным сол, балапаным сол, бүппесі сол, бүппесі сол. Ал енді балапаным мен ботақаным шай құюға келе жатыр. Келіп басып. Келін сәлем құрдастарымыз келді, барлығы. Келініміз енді күшті қылып шай құйып беретін болады. Қонақтарымыз біртіндеп келіп жатыр. Манағы киімнен осындай әдемі киімге ауысып алдым. Жылтырап тұрған беташарға киген көйлегімді киіп алдым, әдемі қылып. Ассалаумағалейкум, бақыт болсын. Құтты болсын орама. Ассалаумағалейкум. Енен бір құттықтап жіберейік. Айтқұл қайда? Қалайсыз, амансыз? Қалайсыңдар, кел. Қасыма Dur bir kozu ne? Salla. Gel arkada.
Сен долларный болсын деп тұр. Мына қалпақты ұмытып қалған жоқсың ба? Pazar deydi kalpa. Балалары да айтаған доллар акша паша 53 жас